Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Осындай үй жағдайында сусын дайындайтын боламыз. Денсаулыққа өте пайдалы кепкен жемістерден. Бізге ол үшін кепкен алманың қағы қажет. Мен осындай 3 уыстай алдым. Осы алған қағымызды 5-6 рет жуамыз міндетті түрде, себебі шаң болады, кір болады. Таза болғанша жуа береміз. Одан кейін осындай салқын суымызға, ыдысқа құйып аламыз. Одан кейін саламыз. Барлығын осылай салып шыққаннан кейін 30 минуттай қайнатамыз. Әдемі болып қайнау керек. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңыз үйде жай су ішкенше осындай денсаулыққа пайдалы сусын ішкен өте пайдалы. Дүкеннен сатып алмаймыз. Осылай қойып қоямыз ыдысымызға. Бетін жауып, қайнағанша күтеміз. Сусынымыз қайнады. Қайнағаннан кейін осының үстіне 100 граммдай қантымызды саламыз. Тағы да кішкене қайнатамыз. Қантымыз еру керек. Иісі енді өте керемет, дәмі енді айта алмайым сіздерге, өте керемет, жасап көріңіздер. Қайнағаннан кейін суытып қоямыз. Салқындау жерге апарып, бетін жауып, салқындатып қоямыз. Мұздағаннан кейін ыдыстарымызға құйып аламыз. Және де іше береміз. Дайын болған компотымыз. Осылай өте дәмді, жасап көріңіздер. Ең бастысы денсаулыққа пайдалы. Қыстың күні, көктемде өте жақсы. Достар, жасап көріңіздер. Ас болсын.